Всем привет! Біз азанда ерте оянып, кашамен шай ішіп, мен поликлиникаға қызым садикке апару керек болды. Содан кейін біз киініп, жолға шықтық. Қызымның садигіне жеттік. Ары-бері видеоға түсіріп атқан кезде тез жетіп қойдық. Содан кейін қызымды ішіне кіргізейін деп жатыр едім. Қызым жылады. Бірақ басында жылаған жоқ еді, кейіннен жылады. Содан кейін ішке кіргізіп, апайына бердім. Апайына айттым, сумкасында памперсі бар деп. Содан кейін мен апайына сау болыңыз деп шығып кеттім. Содан кейін такси тоқтатып, поликлиниканың поворотына дейін жетіп алдым. Содан кейін таксистке рахметімді айтып, тағы да жаяу жүрдім. Содан кейін поликлиникаға жеттім. Содан кейін лестницадан тез мініп, поликлиниканың ішіне кірдім. Ішінде адам деген өте көп. Мен өзімнің баратын кабинетіме қарай бардым. Менің гинекологқа кіруім керек болды. Сосын видеоға осылай тартып, кішкене түсіріп алдым. Арасында өзімді де түсіріп қойдым. Содан кейін менің уақытым біткеннен кейін документтерімді жинап, киімімді алып шықтым. Менің бүгінгі образым осындай екілік. Бағалап кетіңіздер. Содан кейін тағы врачқа кірдім. Содан кейін врачтан шыққаннан кейін үйге қайтып бара жатырмын. Содан кейін поликлиникадан шығып бара жатырмын. Бізде Таразда күн жылы, бірақ қар жоқ. Бірақ қыстың бірінші айы. Содан кейін тағы да жаяу жүріп келе жатырмын. Содан кейін міндетті түрде магазинге кіру бір сән болды. Содан кейін магазинге кірдім. Магазин ішіне кіріп, не аларымды білмей, қызыма міндетті түрде бір шоколад алдым. Оған бір барни алдым. Оған мен уәде беріп қойғам, садиктен кейін саған шоколад алып беремін деп. Өзім не жерімді білмей, алмаға, құрмаға, мандаринге көзім түсті, бірақ алмадым. Содан кейін кассаға барып, әпкеден санса сұрадым. Әпке сізге немен керек деді. Мен окрачкамен бар ма деп сұрадым. Сосын бар деді. Содан кейін бағасын есептеп, QR-мен төлейсіз ба деді. Мен жоқ, наличка дедім. Сосын ол кісі алып, маған сдачамды қайтарды. Сосын мен сдача ақшаны алып, қалтама салдым. Бірақ магазиндегі самса суып қалған. Бірақ сонда да сатып алдым. Содан соң сатып алғаннан кейін далаға шықтым. Содан кейін самсамен перекус жасап алдым. Ал барниді қызыма қойып қойдым. Содан кейін мен үй жаққа бару үшін тағы да жаяу жүрдім. Сосын тағы да жаяу жүрдім. Біздің үй жақ кішкене поликлиникадан алыс. Содан кейін үйге келдім. Үйге келгеннен лестницадан көтеріліп, есікті ашып, үйге кірдім. Содан кейін аяқ киімімді шешіп, киімімді ауыстырып, оппа деп халат, орамал, фартукпен шықтым. Содан кейін бүгін тамақ істейін деп обедке және кешкіге бір пияз, 3 картоп және морков алдым. Қазіргі картошкалардың көбісі құрттап кеткен, басқа болып кеткен. Сондықтан оны тазалау басында оңай болды, бірақ құрттаған шеттерін алу кішкене қиынырақ болды. Ал пиязды ашу өте оңай болды. Бірақ пияздың жылататыны болғаны болмаса, бірақ ашу өте оңай. Содан кейін барлығын осылай тазалап алдым. Содан кейін менің кезегім морковқа да келді. Бірақ морков кішкене солып қалған екен, сыртын ашу қиын болды. Сыртын қалың қылып ашып жібердім, бірақ ашып алдым. Бүгін мен не тамақ жасайды деп ойлайсыздар? Иә, бүгін мен борщ жасайын деп шештім. Себебі кеше ата борщ жасашы деп айтқан болатын. Соған орай поликлиникадан келе салып борщ жасайын деп шештім. Содан кейін борщты бастау үшін көкөністерімді тазалап, мусырын міндетті түрде мусор шелекке тастап, бұларды жуындыруға жібердім. Содан кейін міндетті түрде суық суға жуындырып алдым. Жеке-жеке. Содан кейін деп пиязымды турап алдым. Содан кейін қазанға майымды құйып, морков пен пиязымды осылай жарты етіп алдым. Соның артынша картошкамды салдым, сосын тұз салдым. Мен тұзды міндетті түрде 3 қасық қосам, себебі қазіргі тұздардың дәмі онша шықпайды. Содан кейін тұзды салып болғаннан кейін жарты қасық қара бұрыш салдым. Содан кейін тағы да жақсылап араластырып, томаттың орнына салат салдым, себебі томат тосылып қалды. Содан кейін араластырып, үстіне міндетті түрде суық су құйдым. Содан кейін қазанның крышкасын жауып, қайнағанын күттім. Содан кейін капустамды турап тастайын деп шештім. Деп арасында перекус жасап, су ішіп алдым. Содан кейін қазанымды ашсам, тамағым қайнапты. Содан кейін туралған жап-жасыл капустамды ішіне салдым. Мен 3-4 рет қолмен бөліп салдым. Содан кейін қолыма ілінбегеннен кейін табақпен сала салдым. Содан кейін бұны міндетті түрде араластыру керек болады. Содан кейін мен міндетті түрде араластырғышты алып, міндетті түрде араластырып алдым. Себебі ішіндегі бүкілі бір-біріне аралассын деп. Мінекей біздің тамақ дайын, бізге ас болсын. Всем пока!